Бейсенбі күні ақш-тың Федералды резервтік жүйесі отырыс қорытындысы бойынша пайыздық мөлшерлеменің бұрынғы деңгейін сақтап қалды. Жылдық мөлшерлеменің мақсатты ауқымы 0 мен 0,25%-ға дейінгі аралықта. Федералды резервтің шешімі айналасында туындаған шиеленістер соңғы сәтке дейін тоқтамады. Әйтсе де сарапшылардың көпшілігі мөлшерлеме өзгермейді деген сенімде болған еді. Дағдарыс қарсаңында, яғни 2007 жылдың қыркүйек айында мөлшерлеме 5%-дан астам еді. Кейін ол төмендей бастады. 2008 жылғы әлемдік қаржы дағдарыс кезінде тіпті 0 мен 0,25%-ға түсіп кетті. Сол жылдың желтоқсан айынан бері мөлшерлеме өзгерген жоқ. BlaBlaCar француз каршеринг сервисі америкалық Insight Venture Partners венчурлік қоры мен шведтік Восток Нафтадан $200 миллион алды. Осылайша автокөлік сапарына жолаушы іздеу қызметі Францияның ең қымбат стартапы атанды. Сонымен бірге құны 1,4 миллион еуроға бағаланып отырған стартап еуропалық санды технологиялар нарығындағы ең табысты жобалардың бірі саналады. Құрылғанына 9 жыл болған BlaBlaCar'дың 19 мемлекетте филиалдары бар. Hewlett-Packard 25-30 мыңдай қызметкерін жұмыстан босатуды жоспарлап отыр. Американың технологиялық корпорациясы таралуға дайындық үстінде. Қарашаның басында оның бизнесі биржада бөлек листингі бар екі тәуелсіз компанияға бөлінетін болады. Бірінші болып HP корпоративтік сервис бөлімінің қызметкерлері жұмыстан шығады. Ажыраған соң аталған бөлім Hewlett-Packard Enterprise компаниясына айналады. Оның қайта құру жоспары $2,7 миллиард бағаланып отыр. HP Incorporated екінші компаниясы дербес компьютерлер мен принтерлер шығарады. Экономикалық серіктестік және даму ұйымы алдағы 2 жылға әлемдік экономика өсімінің болжамын нашарлатты. Осы жылы ғаламдық жалпы ішкі өнім маусымда ойлағандай 3,1%-ға емес 3%-ға өседі, ал келесі жылы 3,8%-ның орнына өсім көрсеткіші 3,6% болады.